Енді нәқ мұннан бір ел элек, нәқ та 27 сентябрьда біздің әтенің диагнозы белгілі болды. Енді шушы диагнозға келгенде туғаннар бір қашында ұнытмейм. Мен енді әни, әти, мен кіріп кеттік табиплар янына. Енді матур өтеп сөйлесіп алдық та, әти білен әнені табиплар шығарып жіберді, мені қалдырдылар. Әнімдей, Елназдей, ғафу етті бұл сөздер үшін дей. Сен аны білерге тиішті. Шуңа көре ир егіт боларақ, мен сеңа ғана жеткерем бұл сөздеріні дей. Әтейіңе ешерге қалды, не бары бір ай. Мене шол сөздеріні шүткеш туғанлар еме, қос тәнлері басып, шундауық бір тешік болған болса, кіріп кетерлік болған едім, Аллахи. Мен айтам нешегінде, шығып қарағыз. Мен айтам сау сәлемет, өзі рөлді келді, өзі қойта мен айтам. Yok de інімдей. Ол ауру бірлектірсе, бір қашында сені жібермеді. Ені мен бары бір ұшанмадым. Тіріш алғанша үрдік, кімге гіне шалтыраты бітірмәдік. Ләйкен, біз енді өз күші бізні бер алғанша, барысында әти бізге бердік. Үйге қайттық та, мен айтам, әти янына бары отырдым. Әти білен сөйлесіп отырабыз. Әтенің қойдына сыйынып, аның істерін істейм. Шүнке бұл істеріні өтен менің бір қашында қабатланмайшақ. Шүнке бұл істерінде мәңгіге юғалашақ деп, аны құшақлайм. Әти мен айтам, есіңді ме? Бала шақта сен меңа әкиетлер сөйлейдің. Шушы әкиетлеріне мені құшақлап, аяқларың білен қысып, сөйлеп алар әлдім. Әти айта, ұлым, сен бет өзің әти кіші, неужели бір әкиетлер білмейсің? Мен айтам, әти, мына сен сөйлегенні, анары менің келешекте өз балаларыма сөйлесім келе деп, аның әкиетлерін тыңладым. Тұрмыш тұрында сөйлештік. Яңа жайларны бірге қаршы алырбыз деп сөйлештік. Бір-бір өзге уағдалары бердік. Әти келе айта тұрғаны, ұлым, әгер де ішіңні башлысын екен, бір қашанда аны юғалтмай, ақырына ғали жеткерге тұрыш. Қаминді мен туғанлар, нәқті 2-3 ай ешегеннен соң. 30 ноябрьде қайшандыр май айларында вағда еткен бейремге шығып кеттім. Әтиден рұқсат сұрап. 3 сағат юбилей алып барғаннан соң белгілі болды әтейбіз кеткенні. Шушы бейремні тішлерім білен қысып 3 сағатны алып бардым да, рөлге отырып Лениногорский шәһәрінен 350 километрны бір солышта қайттым. Залға келіп кірсем, әти залның қыл ортасында ята. Әти янына тізленіп, әти мен айтам, бұлған ғынақларым үшін, мен зинхар үшін кешіре көр. Біз бір қашанда сеңа қызылық кетірмәбіз. Тырыш алғанша сөзінде тұрашақмын. Әнені бір қашанда өзіңіне қалдырымен шақмын деп, әти білән мен саубылаштым. Шықтым ешақ алдына, кірдім гаражына, әти қар бір элементні жиядырей бір түклеп. Мен айтам, әти, көп мі жидің, барысы да қалды бейт. Біз шуны оңламайбыз. Біз туғаннар бір-бірімізді оңламайбыз. Бір-бірімізге дұшманнар шекілі қай вақыт қарайбыз. Байлық бит ол ақшада түгіл. Байлық бит ол туғанлықта. Бір-біріңе ауыр мезгіллерде қоллар созғанда. Нәқ шул вақытта біз аны шыннан да аңладық. Әти білән бір жыр яздырдық. Сабыр болық достлар деп атала. Әти үлуіне ғатлы шушы жырны 56 тапқыр тыңлап, өз кеңешлерін әйтіп қалдырды. Һәм сіздің иқтибарға шираттағы жыр бары тек сіздің үшін. Сабыр болық достар деп атала. Өрілмей шол ақ жіплерден гіне кішілерге берген язымышылар. Ғөмір юлларында болып қуя
Күзәтелә алмас ялгышлар. Шуңа күрә була үкенүләр. Йөрәгеңне телеп алырлык. Җиңәр өчен язган язмышларны кирәк дуслар бик зур сабырлык. Була белсин сабырлыкны, сары алтын диләр төбендә. Сабырлыклар сорап түзә белсәң, күңел гөлең сулмас бүгендә. Сабыр булыйк, дуслар, тырышыйк без. Юкны барны уйлап йөрмәскә. Язмыш биргән борчу сагышлардан, юк сәбәптән башны имәскә. Була белсин сабырлыкны, сары алтын диләр төбендә. Сабырлыклар сорап түзә белсәң, күңел гөлең сулмас бүгендә. Була белсин сабырлыкны, сары алтын диләр төбендә. Сабырлыклар сорап түзә белсәң, күңел гөлең сулмас бүгендә. Була белсин сабырлыкны, сары алтын диләр төбендә. Сабырлыклар сорап түзә белсәң, күңел гөлең сулмас бүгендә. Өрелмеш ул ак җепләрдән генә, кешеләргә биргән язмышлар. Улым, молодец, классно булган. Бүтін сөйлеген ат үйді булган. Кіші көп булдымы, әйтерсең әлі. Жаным, молодец, булдырғансың.